Бүгін біз планетамыздың ең қауіпті тіршілік иелерінің бірі жыландар әлеміне саяхат жасаймыз. Бірақ бұл жолы қарапайым бақша жыландары емес, ең улы, ең агрессивті және ең қауіпті жыландар туралы сөз болады. Жыландар ма? Олар тек улы тістері бар жылтыр құрттар ғой, деп ойлап отырған шығарсыздар. Қателесесіздер, бұл жануарлар өте күшті, жылдам және құрметтеуге лайық. Біз осы керемет жыртқыштарды жақыннан танып, олардың мінез-құлқын түсініп, ең бастысы, табиғатта кездесіп қалған жағдайда қалай аман қалу керектігін білетін боламыз. Қане, батыл болыңыздар, өйткені біз қауіпті аймаққа кіргелі тұрмыз. Сақ болыңыздар, дайын болыңыздар, және ең бастысы, білімді болыңыздар. Бүгін алған біліміміз өміріңізді сақтап қалуы мүмкін. Аустралияның дәл жүрегінде шулы қалалар мен толып жатқан жағажайлардан алыс, үнсіз қастандық жасырынып жатыр, ішкі тайпан. Бұл қарапайым жылан көбінесе улы емес туыстарымен шатастырылады. Бірақ ол қорқынышты құпияны жасырады, жер бетіндегі барлық құрлық жыландарының ішіндегі ең күшті улы. Бұл жалғызбасты бауыры мен жорғалаушының бір ғана шағуы 100-ден астам ересек адамды өлтіруге жеткілікті. Ойлап көріңізші, бір тамшысы бүкіл футбол командасын жойып жіберуге жеткілікті. Удың өзі нейротоксиндердің, гемотоксиндердің және миотоксиндердің қоспасы жүйке жүйесіне, қанға және бұлшықеттерге шабуыл жасайтын, сал ауруына, ішкі қан кетулерге және ақырында тез және ауыр өлімге әкелетін өлім коктейлі. Бірақ ішкі тайпан туралы бір нәрсе бар, ол сізді іздеп жүрген жоқ. Шын мәнінде, бұл ешқандай қақтығысты қаламайтын, шөлді мекенінің жалғыздығын жақсы көретін өте ұялшақ жануар. Көптеген шағулар адамдар кездейсоқ олардың жасырынған жерлеріне тап болғанда, немесе оларды ұстауға тырысқанда болады. Бұл сізге қымбатқа түсуі мүмкін, жаңадан келгендердің қателігі. Есіңізде болсын, ішкі тайпанға келгенде құрметтеу бастысы. Алыстан бақылаңыз, оның өлімге әкелетін сұлулығына таңданыңыз, бірақ оның күшін ешқашан бағаламаңыз. Бұл жылан нағыз тірі қалушы, қоршаған ортаның шебері және табиғатта қауіп көбінесе үнсіз келетінін еске салады. Енді, патша кобра деген атты естігенде, жыландар әлеміндегі патшамен ісіңіз бар екенін білесіз. Бұл жай ғана ат емес. Бұл өзінің үлкендігі мен өлімге әкелетін қабілеті арқылы алынған атақ. Әлемдегі ең ұзын улы жылан патша кобра ұзындығы 18 футтан асады. Бұл көліктен де ұзын. Және оларды қорқынышты ететін жалғыз нәрсе олардың мөлшері емес, олардың уы да бірдей әсерлі. Бір ғана шағу адамды айтпағанда, пілді өлтіруге жеткілікті нейротоксиннің үлкен дозасын бере алады. Бұл жүйке жүйесіне әсер етіп, сал ауруына, тыныс алудың тоқтауына және ақырында өлімге әкеледі. Бірақ патша кобраны шынымен ерекшелендіретін нәрсе оның ақылдылығы мен мінез-құлқы. Қарауыл тактикасына сүйенетін көптеген жыландардан айырмашылығы, патша кобра белсенді аңшы, өз олжасын суық қандылықпен қуады. Олар тіпті бастарын жерден көтердіріп, денесінің 1/3 бөлігін көтеріп, адамға тіке қарай алатыны белгілі. Бұл тікелей көзқарас тек көрсету үшін емес. Бұл басымдықты көрсету, сіз олардың аумағына кіргеніңіз туралы ескерту. Табиғатта патша кобраны кездестіргенде, сіз жай ғана жыланға тап болмағаныңызды, патшаға тап болғаныңызды ұмытпаңыз. Оның күшін құрметтеңіз, ақырын шегініңіз және аман қалыңыз. Қара мамба, жылдамдық жын-перісі. Елестеп көріңізші, сіз Африка саваннасында жүріп келе жатырсыз. Күн қатты қыздырып тұр, кенеттен жолыңыздан қара бірдеңе өтіп кетеді. Жер бетіндегі ең жылдам жыландардың бірі, қара мамба жоғалып кеткенше, сіз не көргеніңізді түсінуге әрең үлгересіз. Бұл жылан нағыз спортшы, сағатына 12 миль жылдамдыққа жете алады. Бұл сіз жүгіре алатыннан да жылдам. Бірақ оларды қауіпті ететін жалғыз нәрсе олардың жылдамдығы емес. Бұл олардың өлімге әкелетін уы. Қара мамба жүйке жүйесіне және жүрекке шабуыл жасайтын нейротоксиндер мен кардиотоксиндердің күшті қоспасын ұстайды. Сонымен қатар, қара мамба агрессивті болмысымен танымал. Қақтығыстан аулақ болуды жөн көретін кейбір жыландардан айырмашылығы, қара мамба өз орнында тұрып, ерекше қара сызықты аузын кең ашып, найзағай жылдамдығымен шабуылдап, әр шағу кезінде үн енгізеді. Және жағдайды ушықтыра түсетіні, олар бір рет шағып, шегініп кетпейді. Қара мамба бірінен соң бірін жылдам шағумен танымал, әр шағу сіздің тамырларыңызда ағып жатқан удың мөлшерін арттырады.
Ауыр жағдайларда өлім 20 минут ішінде болуы мүмкін. Қараманба жылдамдықтың, ептіліктің және өлімге әкелетін күштің тамаша үйлесімі. Есіңізде болсын, бұл жыланға келгенде алдын алу ең жақсы ем. Абай болыңыз, айналаңызға назар аударыңыз және осы жылдам және өлімге әкелетін жыртқышпен кез келген кездесуден аулақ болыңыз. Расселдің сұр жыланы Азияның үнсіз өлтірушісі. Азияның дәл жүрегінде шулы қалалар мен тыныш күріш алқаптарының арасында үнсіз өлтіруші жасырынып жатыр. Расселдің сұр жыланы. Бұл жиі назардан тыс қалатын жылан аймақтағы кез келген басқа жыланға қарағанда көптеген жылан шағу оқиғалары мен өлімге жауапты. Расселдің сұр жыланын соншалықты қауіпті ететін нәрсе оның маскировкасының, өлімге әкелетін уының және адам популяцияларына жақын орналасуының тамаша үйлесімі. Бұл жыландар маскировка шеберлері, олардың теңбіл қоңыр және сарғыш қабыршақтары астыңғы өсімдіктерге мінсіз араласып, тым кеш болғанша оларды байқауды қиындатады. Ал олар шабуылдағанда дәл тигізеді. Етке терең еніп кете алатын олардың ұзын азу тістері денеге қатты әсер ететін гематоксинді береді. Бұл қанның ұйуын бұзып, ішкі қан кетулерге, органдардың зақымдануына және ең нашар жағдайда өлімге әкеледі. Бірақ Расселдің сұр жыланының шынайы трагедиясы оның үнсіз эпидемиядағы рөлі. Көптеген шағулар ауылдық жерлерде болады, онда антидот пен медициналық көмекке қол жетімділік шектеулі. Фермерлер мен дала жұмысшылары көбінесе жалаң аяқ және осал, әсіресе қауіпті, бұл жыланмен кездесуді өмір мен өлім мәселесіне айналдырады. Есіңізде болсын, Расселдің сұр жыланына келгенде хабардар болу бастысы. Биік шөптің арасымен жүргенде абай болыңыз, қорғаныс аяқ киімін киіңіз, және өзіңізді және қоғамдастығыңызды осы үнсіз өлтірушінің қауіптілігі туралы ақпараттандырыңыз. Шығыс қоңыр жыланы кешірімсіз, Аустралиялық. Әртүрлі сұлулығы мен бірегей жабайы табиғаты бар. Аустралия сонымен қатар планетадағы ең қауіпті жаратылыстардың, соның ішінде шығыс қоңыр жыланының мекені. Көбінесе қала маңында кездесетін бұл өте улы жылан Аустралияда кез келген басқа түрге қарағанда көптеген жылан шағуынан болатын өлімге жауапты. Олардың жылтыр қоңыр түсі сізді алдамасын. Бұл жыландар найзағайдай жылдам және қауіп төнген кезде өте агрессивті. Олар денелерін жерден көтеріп, найзағай жылдамдығымен шабуылдауға дайындалып, S тәрізді қорғаныс қалпымен танымал. Ал олар шаққанда олар байыпты. Олардың уы күшті нейротоксин жүйке жүйесіне шабуыл жасайды, сал ауруына, тыныс алудың тоқтауына және емделмеген жағдайда өлімге әкеледі. Бірақ міне ең қызығы шығыс қоңыр жыланы әрқашан құрғақ шақпайды. Шын мәнінде олар жиі көп мөлшерде уын енгізеді. Бұл әр шағуды шұғыл медициналық көмекті қажет ететін жағдайға айналдырады. Шығыс қоңыр жыланын одан да қауіпті ететін нәрсе оның бейімділігі. Олар ормандар мен шалғындардан бастап қалалық жерлерге дейінгі әртүрлі мекендерде өседі. Бұл оларды адамдармен тығыз байланысқа әкеледі. Кездесулер жиі кездеседі, әсіресе жыландар ең белсенді болатын жылы айларда. Сондықтан, егер сіз шығыс қоңыр жыланының аумағына барсаңыз, абай болыңыз. Айналаңызға назар аударыңыз, қорғаныс аяқ киімін киіңіз, және егер сіз осы жыландардың бірімен кездессеңіз, ақырын шегініп, оған кең жол беріңіз. Бұл Аустралиялық тумасының кешірімсіз табиғатын бағаламаңыз. Қауіпті құрметтеңіз, табиғатты құрметтеңіз. Міне, планетадағы ең қауіпті жыландардың кейбірінің әлеміне көз жүгірттік. Есіңізде болсын, бұл жаратылыстар есептесуге болатын күш, бірақ олар сонымен бірге экожүйенің ажырамас бөлігі. Біз оларды құрметтеуіміз, олардың табиғаттағы рөлін түсінуіміз, және ең бастысы, қауіпсіз бірге өмір сүруді үйренуіміз керек. Табиғатта аман қалу үшін білім күш, және осы жыландар тудыратын қауіпті түсіну арқылы біз өзімізді жақсы қорғай аламыз, және планетамыздың керемет әртүрлілігін бағалай аламыз. Абай болыңыздар, хабардар болыңыздар және әрқашан есте сақтаңыздар, қауіпті құрметтеңіз, табиғатты құрметтеңіз.